Сабақ тақырыбы саңырауқұлақтар тірі ерекше патшалығы. Саңырауқұлақтар өсімдіктердің де, жануарлардың да белгілері бар, бірақ екеуіне де жатпайтын ағзалар тобы. Өсімдікке ұқсас белгілері жасуша қабырғасының болуы, бір орында қозғалмай бүкіл тіршілік бойы өсуі, нағыз вакуолінің болуы, қоректік заттарды денесінің бетімен сіңіруі, спора немесе вегетативті жолмен көбеюі. Жануарға ұқсас белгілері жасуша қабықшасы хитинді, қоректік қорзаты гликоген, хлоропласттары жоқ, дайын органикалық заттармен қоректенеді, лизосомалары аз қорыту вакуолі бар. Саңырауқұлақтардың нақты шығу тегі белгісіз. Яғни олардың арғы тегі мұхиттан шыққан құрлықта тіршілік етуге бейімделген бір жасушалылар болуы мүмкін. Эволюция барысында саңырауқұлақтар дамып алуан түрлі болды. Олардың тіршілік әрекетінің ерекшеліктері бойынша топтарға бөлеміз. Бір жасушалы саңырауқұлақтар, яғни зең саңырауқұлақтары, олар қоректену үшін тірі ағза қалдықтарынан органикалық заттарды пайдалануға бейімделген үлкен тобы болып табылады. Қоректену типі бойынша барлық саңырауқұлақтар сапрофиттерге жатады. Зең саңырауқұлақтардың табиғаты шіріту бактерияларының әрекетіне ұқсайды. Көп мөлшерде тірі ағза қалдықтарын жояды. Олар болмағанда жер шарын қалдықтар, өлекселер, бөлінділер қаптап жататын еді. Зең саңырауқұлақтары дамиды нанда, көкөністерде, қида, өлі денелерде және түскен жапырақтарда. Зең саңырауқұлақтарының пеницилл және мукор түрлеріне тоқталатын болсақ, мукор ақ немесе нанның көгеруі, ол үлпілдек мақтаға ұқсайды. Бұл саңырауқұлақ көптеген ядросы бар алып жасушадан тұрады. Жасуша өсіп, ядросы түзілгеннен кейін цитоплазмасы бөлінбейді. Ақзеңнің ұшы қарая бастаған кезде спора пісіп жетіліп, төгіледі. Қолайлы жағдай болған кезде саңырауқұлақ жіпшелері түзіледі. Пеницилл көк-жасыл немесе сары-жасыл түсті көп жасушалы саңырауқұлақ. Пенициллдің екі түрінен бактерияларды жоятын бағалы антибиотик пенициллин алынады. Бір жасушалы саңырауқұлақтардың тағы бір өкілдері аштықылар. Бұлар бір жасушалы колониялы саңырауқұлақтар болып табылады. Аштықылар қантты сіңіріп, одан энергия алуға бейімделген және қантты спирт пен көмір қышқыл газына айналдырады. Көмір қышқыл газы көпіршіктерінен әсерінен қамырда ұсақ кеуектер пайда болады. Бұл аштықына ашыған қамыр мен спирт түзілетіндіктен алкоголь өнімдерін жасау үшін қолданылады. Аштықылар бүршіктену арқылы көбейеді, аналық жасушада жас жасушалар түзіледі. Аштықылар оттексіз тіршілік ете алады. Қалпақшалы саңырауқұлақтар бұлар көп жасушалы ағзалар. Олардың жемісті денесі қалпақ және түбіртектен тұрады. Қалпақ астында арнайы жасуша қабатында пісіп жетілген споралар арқылы көбейеді. Топырақта қолайлы жағдай түскенде споралар өсіп, саңырауқұлақ жіпшелерінің жасушаларын түзейді және органикалық заттарды денесінің бетімен сіңіріп қоректенеді. Қалпақшалы саңырауқұлақтар жеуге жарамды және улы болып бөлінеді. Қыналар төменгі сатыдағы өсімдіктерге жатады. Олардың құрылысы, тіршілік әрекеті ерекше болғандықтан, соңғы кезде саңырауқұлақтар дүниесінің бөлімі ретінде қарастырылады. Қынаның денесі екі құрам бөліктен тұрады, ол балдыр және саңырауқұлақ. Олар селбесіп тіршілік етеді. Енді оқу тапсырмасы. Саңырауқұлақ түрлерінің құрылысы, көбеюі, пайдасы немесе зияны туралы сипаттама жазыңыздар. Екінші тапсырма бойынша бос орындарды толтырыңыздар. Керекті сөздер төменде көрсетілген. Тапсырма жауабын бірге тексеріп көрейік. Аштықы саңырауқұлақтары бір жасушалы, бүршіктену арқылы көбейеді, нан пісіру, спирт өндіруде қолданылады. Мукор
Көп ядролы алып жасушалы спор арқылы көбейеді, тағамды көгертеді, яғни шіріту, ашыту сияқты үдерістерде қатысады. Пеницилл көп жасушалы спор арқылы көбейеді, одан антибиотик алынады. Қалпақшалы саңырауқұлақ көп жасушалы қалпақ және түбіртектен тұрады. Спор арқылы көбейеді, жеуге жарамды және улы саңырауқұлақ түрлері бар. Екінші тапсырма бойынша ашытқылар қантты спиртке және көмірқышқыл газына айналдырады. Қалпақшалы саңырауқұлақтар спор арқылы көбейеді. Пенициллден алынатын антибиотик пенициллин деп аталады. Қына денесі балдырдан және саңырауқұлақтан тұрады. Мукордың піскен споралары қара түсті болады. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.